Хромтау ауданының мүмкіндіктерін толық пайдаланып, жұмысты ширату керек. Бүгін аудан басшысының тұрғындар алдындағы есепті кездесуіне қатысқан облыс әкімі Бердібек Сапарбаев осылай деді. Өйткені ауыл шаруашылығына қолайлы өнеркәсіп өндірісі жолға қойылған өңірде жекелеген бағдарламалар толық орындалмай қалған. Тақырыпты осы ауданда болып қайтқан тілшіміз Серік Әбдібек толықтырады. Күре жолдың бойында орналасқан жері құнарлы шөбі шүйгін жерінің асты-үсті қазба байлықтарға толы Хромтау ауданы облыс үшін стратегиялық маңызды жоғары өңір. Оның үстіне Хромтау қаласы елдегі моноқалалардың тізіміне енгені белгілі. Сондықтан бұл ауданға облыс басшыларының ықыласы да талабы да ерекше. Аудан әкімі Аязбай Усманғалиев өзінің тұрғындар алдындағы есептік кездесуінде әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін толық қамтуға тырысты. Есепте баяндалғандай, ауданның негізгі тірегі алып 3 кәсіпорын. Ауданда 3 ірі өнеркәсіп орындары бар. Атап айтқанда, Дөң тау-кен байыту комбинаты, Восход және Ақтөбе мыс компаниялары жұмыс істейді. Осы үлкен аудан кәсіпкерлер 189 миллиард 287 миллион теңгеге товар өндірілді. Аудан әкімінің есебі түзу, барлық салаға тән өсімдер ілгерілеу туралы мәліметтерді халық ұйып тыңдады. Бірақ мал басын көбейтуге арналған бағдарламалар толық орындалмаған. Әсіресе құлан асық бағдарламалары бойынша сатып алынған жылқы мен қой малы аз. Оның үстіне көктемге егіске қажетті сапалы тұқымның дайын болмауы облыс әкімінің ескертуіне себеп болды. Ауданның әкімі есеп берген кезде салыстырып айту керек. Былтыр мынандай болды, биыл мынандай болды. Мемлекеттік бағдарламаның арқасында мынандай көмек бар. Жоқ, көмек аз ба? Тұқым дейсіз, әлі осы уақытқа дейін тұқыммен қамтамасыз етілмеген. Әрине, әбден үйренгенбіз жыл бойы. Сол ертең март айында егін басталған кезде іздей бастаймыз. Содан кейін таппағаннан кейін, сол 3-ші, 4-ші репродукцияны егеміз. Одан кейін айтамыз, міне біздің өніміміз 5 центнер болды, емес 7 центнер болды деп. Тұқымменен қашан қамтамасыз етілу керек? 100%. Күзде? Мен қашан тапсырма бердім? 3500 тонна бар бізде. Қанша керек? Ресейден алып келеміз. Неге біз Ресейден тұқым алып келуіміз керек? Неге өзіміз дайындамаймыз? Тұрғындардың сауалдарды әр саланы қамтып, қыс мезгіліндегі қатынастың қиындығы, жекелеген ауылдарға көгілдір отынның жеткізілуі, жергілікті мектептерді жөндеу мәселелеріне байланысты жергілікті жұртшылық алаңдаушылық білдірді. Жыл сайын жырға айналатын аудандық спорт мектебінің құрылысының жобасын жасауға да қаржы табылмай отырғандығы кездесуде тағы айтылды. Балалар жасөспірімдер спорт мектебінің ғимараты стандартқа сай келмегендіктен жаттықтырушыларымыз жалпы білім беретін мектептерде және Тау-кен колледжінің спорт залдарында шұғылдануға тура келіп тұр. Сондықтан стандартқа сай спорт мектебін салуға ықпал етуіңізді сұраймын. Қазір көріп тұрмыз, ол стандартқа сай келмейді. Бірақ қазір ойлап отырмыз, биылдан бастап оны жобалық сметалық құжаттар дайындауымыз керек. Оған қаражат іздейміз. Жобасын дайындау үшін қаржы керек дейсіз. Мен сізге сұрақ қойдым. 2 миллион теңге дейсіз. Енді осы уақытқа дейін соның жобасын жасап, облысқа ұсынуға болады ғой. Егер сіз оның жобасын жасамасаңыз, облысқа ұсынбасаңыз, облыс оған қайдан қаржы бөледі? Ал Ақжар ауылының өкілі биылғы қыстың ерте түсіп, қардың қалың болуына байланысты басшылардың қамсы отырмауын сұрады. Қысы қатал, көктемі кеш шығатын өңірде сәуір айына дейін тоң түспейтіндігі жылдағы көрініс. Қаттылау, ертелеу түсті, 1 ай бұрын түсті. Енді алдымызда тағы 2 ай қысымыз бар. Ең әсіресе біздің ауыл үстінен өтетін жолымыздың сәл қиындау болатын ауыл. Мына кісі өте дұрыс айтты. Өмір көрген адам ғой, тәжірибесі бар, біледі. Ертең көпірлердің асты, трубалар, су ағатын жаңағы өзектер, каналдар тазаланбаса, ертең үлкен мәселе болады. Ауданда қала құраушы ірі кәсіпорындарға тәуелділіктен құтқаратын моноқала мәртебесі бола тұра, шағын және орта бизнестің дамуы бәсең. Аудандағы 3 шағын кәсіпорын толық қуатында жұмыс жасауға дәрменсіз. Ауыл шаруашылығы саласының мүмкіндігі бола тұра, дүкен сөрелеріндегі баға ғарыштық жылдамдықпен өсіп барады. Мәртөкпенен Хромтау ауданының потенциалын салыстыруға болмайды ғой енді. Қанша дегенменен мына сіздердің аудандарыңыздың потенциалы әлде қайда жоғары. Осыған байланысты сауда да Хромтауда көп болу керек. Барлық жағынан келген кезде. Жаңа айттым ғой енді, барлық мүмкіндік бар. Бірақ ол үшін аудан әкімшілігі жұмыс істеу керек. Облыс басшысы өзінің қорытынды сөзінде аудан әкіміне бірқатар тапсырмалар берді. Мәселен, аудандағы Дөң байыту комбинаты, Ақтөбе мыс зауыты және Восход кәсіпорындары алқымнан алған дағдарысқа қарамастан жұмысшылар санын қысқартпауға келісті. Тіпті олардың жалақыларын көтеруге де ниетті. Демек, аудан басшылары достықты, бірлікті, ынтымақты ту етіп,
қосымша кіріс көздерін іздеуге міндетті. Ауыл шаруашылығындағы жетістіктер ауданның мүмкіншілігіне сай келмейді. Ең негізгі мәселе мынау мал мәселесі. Малдың басы көбею керек. Жаңа айтылды ғой, тек қана бір жылдың өзінде осы Хромтау ауданы үшін мемлекеттен 2,5 миллиард ақша берілген. Егер мемлекеттің берген көмегі толығыменен пайдаланбаса, малдың басы қалай көбейеді? Малдың басы көбеймесе, сүт қайдан болады? Ет қайдан болады? Жиын соңында облыс әкімі хромтаулықтардан алдағы саяси шараларға белсене қатысуды сұрады. Сайлауда жұмыла дауыс беру елдіктің, отаншылдықтың белгісі деді облыс әкімі. Серік Әбдібек, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.